Саламатсыздар ма? Мен Каспий өңірі болашақ колледжінің арнайы пән оқытушысы Сатқанбай Рахияна Адырбайқызы. Сәулеттік материалтану пәні тақырыбы құрылыс материалдарының қасиеттері. Енді қасиеттер дегеніміз не? Қасиеттер дегеніміз өңделу немесе қолдану барысында шығатын және оның құрамы мен жасалуымен шартталатын материал сипаттамалары болып табылады. Құрылыс материалдары қолданыс барысында сол жүктемелерді өздеріне қабылдап алады, қоршаған ортаның әсеріне ұшырайды, сондықтан олар анықталған қасиетке ие болуы керек. Кез келген нәрсенің өзіне тән қасиеті болады. Дәл сол сияқты құрылыс материалдарының да негізгі өзіне тән қасиеттері бар. Олар физикалық, механикалық, арнайы және эстетикалық қасиет болып табылады. Енді әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, физикалық қасиеті. Физикалық қасиеттері оған шынайы тығыздық, кеуектілік, бос қуыстық, суыққа төзімділік, су сіңіру, ылғал тартқыш, жылу өткізгіштік, отқа төзімділік жатады. Енді әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, шынайы тығыздық дегеніміз не? Шынайы тығыздық дегеніміз абсолютті тығыз материал көлемінің бірлік массасы болып табылады. Ал кеуектілік дегеніміз не? Кеуектілік дегеніміз пайызда көрсетілген материал көлемінің қуыстармен толтыру деңгейі болып табылады. Бос қуыстық дегеніміз, мысалы үшін қуыс кірпіш, темір бетон сияқты бұйымдарда болатын үйінді материал, немесе қуыстар дәндері арасындағы ауа торлары болып табылады. Келесі суыққа төзімділік. Суыққа төзімділік дегеніміз ол материалдың сумен толтырылған жағдайдағы соған төзу қабілеті болып табылады. Енді келесі су сіңіру. Су сіңіру дегеніміз сумен жанасқан кезде материалдың суды өзіне сіңіріп, оны ұстап тұру қабілеті. Келесі ылғал тартқыштық. Ылғал тартқыштық дегеніміз кеуек материалдың ауадан ылғалды жұту қасиеті болып табылады. Жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштік дегеніміз материалдың кеңістіктерде әртүрлі температурада болуында жылу өткізу қабілеті. Қандай температура болсын, оның жылу өткізгіштік қабілеті. Енді отқа төзімділік дегеніміз не? Отқа төзімділік дегеніміз материалдың өрт жағдайында өрт температурасы мен су әсерінен бүлінбеу қасиеті, сол отқа төзімділік қасиеті болып табылады. Келесі механикалық қасиеті. Оған беріктік, иілгіштік, сынғыштық, соққыға қарсыласу, қаттылық, желінушілікке тұрақтылық және желінушілік жатады. Енді беріктік дегеніміз не? Беріктік дегеніміз ол материалдың әртүрлі сыртқы кернеу әсерінен зақымдануы немесе бүлінуіне қарсыласу қабілетінің сипатталуы. Келесі сынғыштық. Сынғыштық дегеніміз материалдың алдын ала деформациясыз сыртқы күш әсерінен лезде бұзылу қабілеті. Иілгіштік дегеніміз не? Иілгіштік дегеніміз материалдың жүктеме әсерінен өзінің формасы мен өлшемін өзгертуі және жүктеме әсері аяқталғаннан кейін қайтадан баяғы қалпына өзінің келіп тұруы. Осы қалпына келу қабілеті. Келесі сынғыштық. Сынғыштық дегеніміз материалдың соққы жүктемелері әсерінен бұзылуға қарсыласу қабілеті. Соққыға қарсыласу дегеніміз не? Материалға қандай да бір соққы немесе жүктеме әсер еткен кезде оның бұзылуына қарсы әрекет қабілеті. Қаттылық дегеніміз материалдың оған қатты заттың кіруіне қарсыласу қабілеті. Желінушілік дегеніміз материалдың желіну күші әсерінен бүліну қабілеті. Енді желінуге, құрылыс материалдарының желінуіне бірнеше мысал келтіруге болады. Мысал үшін құрылыс құрылымында сол жерде көп адам жүретін болса, немесе көп жаңағыдай жүктеме түсу әсері бар болса, ол жерде желінушілік пайда болады. Мысал үшін көп жүретін жерлердегі жаңағы керамикалық плитканың бетінің желінуі
керамикалық тақтаның, немесе линолеумдардың, немесе ағаштардың уақыт өтуімен бетіндегі лак жоғары қабаттарының желінуі. Енді желінушілікке тұрақтылық дегеніміз не? Бұл жерде материалдың бір уақытта желіну немесе соққы жүктемелеріне қарсыласу әрекеті немесе қабілеті болып табылады. Келесі эстетикалық қасиеті, ол екіге бөлінеді: түс және фактура. Енді түс дегеніміз не? Түс дегеніміз бұл жерде жаңағы саналы түрде бұл визуалды сезіну. Материалдың осы түске байланысты бағасы өзгеруі мүмкін. Кейбір түстер бар, мысал үшін жаңағы барлық адамға ұнайтын түстер бар. Кейбір түстер бар, кейбір адамдарға ғана ұнайтын. Көбінесе қоңыр, немесе бір сондай жаңағы күңгірттікті етіп тұратын түстер болады, күңгірт түстер. Осылар көп адамға ұнамайды. Сондай-ақ фактура. Фактура дегеніміз ол құрылыс материалының бетінің құрылысы болып табылады. Ары қарай арнайы қасиеті. Арнайы қасиетінің өзі екіге бөлінеді: акустикалық және химиялық болып екіге бөлінеді. Акустиканың өзі дыбыс өткізгіштік және дыбыс сіңіру болып бөлінеді. Дыбыс өткізгіштік дегеніміз ол материалдың дыбысты өз қалыңдығы арқылы өткізу қабілеті. Ол материалдың жасалуы мен массасына тәуелді болады. Ал дыбыс сіңіру дегеніміз материалдың оған түсетін дыбысты сіңіру мен шығару қабілеті. Келесі химиялық. Химиялықтың өзі бірнеше түрге бөлінеді: химиялық тұрақтылық, коррозиялық тұрақтылық, биотұрақтылық және атмосфералық тұрақтылық. Әрқайсысына тоқталатын болсақ, химиялық тұрақтылық дегеніміз не? Ол материалдың сілті, қышқыл, суда еріген тұз бен газ әсерінен бұзылуына қарсыласу қабілеті. Коррозиялық тұрақтылық дегеніміз не? Коррозиялық тұрақтылық дегеніміз ол материалдың ортаның коррозиялық әсеріне қарсыласу қабілеті. Енді осы жаңа коррозияға шыдамды материал деп қандай материалдарды айтуға болады? Шыны материалдарды, шыны талшықтарын және пластмассаны айтуға болады. Биотұрақтылық. Биотұрақтылық дегеніміз материалдың тірі организмдермен қатынаста өз беріктігін сақтау қабілеті. Енді осы өз беріктігін сақтау үшін құрылыста, мысал үшін құрылыс материалдарын жаңағы төбеге арқалық ретінде қойылатын бөлінелерді міндетті түрде осы шіруден сақтау үшін әртүрлі химиялық қоспалармен жағып, оны қабілетін арттырады. Сондай-ақ атмосфералық тұрақтылық. Ол атмосфералық тұрақтылық дегеніміз материалдың климат жағдайы әсерінен бұзылмау қабілеті. Енді климаттық әсері атмосфералық жаңағы әртүрлі желдер, жауындар, сондай-ақ радиация, күн радиациясы, немесе өнеркәсіптің әртүрлі газдары жаңағы жағымсыз әсерлерден бұзылмауын. Қасиеттері бойынша материалдар конструктивті, жылу оқшаулағыш, акустикалық, гидрооқшаулағыш, жабынды, герметикалық, арнайы болып бөлінеді. Енді конструктивті дегенде жаңағы ғимараттардың құрылымдары, оған қабырға құрылымы, жабын құрылымы, еден құрылымы, немесе баспалдақ құрылымы, осылардың барлығы осы конструктивтіге кіреді. Жылу оқшаулағыш. Жылу оқшаулағыш ол ғимараттың ішкі температурасын сақтап тұру, сыртқы әртүрлі жаңағы атмосфералық әсерлерді ішке кіргізбеу. Сондай-ақ акустикалық, мысал үшін әртүрлі сырттағы дыбыстарды ішке, іштегі дыбыстарды сыртқа, немесе қабат аралық жаңағы бөлме аралық, ана бөлмедегі дыбысты мына бөлмеге деген сияқты, немесе осы колледждегі ана кабинеттегі өтіліп жатқан, мысал үшін сабақ оқытушының дауысын мына кабинетке естпеу деген сияқты осындай мақсатта қолданылады. Гидрооқшаулағыш ылғалды оқшаулағыш болып табылады. Сондай-ақ жабын құрылым, герметикалық, арнайы.
әрбір материалға және сынау әдісіне бұйымдардың номенклатурасын, стандарт әдістермен анықталатын сапа көрсеткіштерін қабылдау, тасымалдау, сақтау ережелерін қамтитын техникалық шарттар мен стандарттар бар. Стандарттар нақты өнімге де, сондай-ақ жобалау, құрылыс технологиясы және құрылыс материалдары бойынша бөлімдерді қамтитын ірілендірілген болуы мүмкін. Оған мысал ретінде құрылыс нормалары мен ережелерін айтуға болады. Бақылау сұрақтарын келтірдім. Бақылау сұрақтарында осы бақылау сұрақтарының барлығын оқып келесіңдер және осы сұрақтарға жауап жазып келесіңдер. Мысал үшін материалдардың шынайы және орташа тығыздықтарының айырмашылықтары неде, кеуектілік пен қуыс түрлері материалдың басқа қасиеттеріне қалай әсер етеді, суыққа төзімділік және суыққа төзімділік бойынша марка дегеніміз не, материалдың отқа тұрақтылығы және қызуға төзімділігінің айырмашылығы неде екеуінің, материал беріктігі неге байланысты және ол қалай анықталады, қаттылық пен жетінушілік жайында айтып беріңіздер, материалдардың қандай тобы үшін бұл қасиеттер негізгі болып табылады, материалдар мен конструкциялар ұзақ мерзімділігі неге тәуелді, эстетикалық қасиет дегеніміз не, олар немен сипатталады. Үйге тапсырма Ишкова, сәулеттік материалдар, оқып келесіңдер. Назарларыңызға рахмет.